Құрметті оқырмандар, қазақ руханиятының абызы, ақын, журналист, қоғам қайраткері Әкім Әбдіқайымұлы Ысқақпен таныссыз ба? Олай болса бейнероликке назар аударыңыздар. Алтыным, адамды сұлу ететін, оның ізгілік қасиеті, адамдық асыл ниеті. Ал ең үлкен қасірет, өзін-өзі жек көрушілік. Өзін жек көрген жан сұрықсыз көрінеді. Ал өзіне дем беріп, өзін жақсы көре білген адам ең сұлу жан. Деп айтқан жазушы ұлттық руханияттың ерекше тұлғасы Әкім Әбдіқайымұлы Ысқақ. Қазақ руханиятына зор еңбек сіңірген абзал азамат Әкім Әбдіқайымұлы 1960 жылдың 3 қыркүйегінде оңтүстік Қазақстандағы қасиетті Ордабасы топырағында Бөржар атты киелі ауылда дүниеге келді. Балалық шағынан бастап ізденгіш, еңбекқор, алға ұмтылған талапты жас білім жолында бірнеше мамандықты меңгерді. Шымкент педагогикалық институтында техникалық пәндер мен физика мұғалімі атанса, Алматыда заң ғылымын игерді. Ал Германияның Шпайер университетінде мемлекеттік басқару саласы бойынша білімін шыңдады. Бұл болашақ қаламгердің жан-жақты қалыптасуына берік негіз болды. Әкім Ысқақ қазақ әдебиеті мен журналистикасының, саз өнерінің жарқын өкілі. Ол ақын, жазушы, журналист, сатирик, сазгер, қоғамдық ойдың, ұлттық сананың жаңғыруына үлес қосып жүрген қайраткер. Оның қаламынан балаларға арналған күн ұлымын, біздің бапақ кітаптары жас ұрпаққа бағдар. Ал бүкіл елді дүр сілкіндірген журналистік зерттеулері Ерте сейген қыз, Темір табыт, генерал Сабыр Рақымов сияқты өткір мақалалары оның шындық жолындағы қайсар қаламгер екенін дәлелдеді. 1992 жылы ол Қазақстан журналистер одағы сыйлығының лауреаты атанды. Ұлтқа еңбегі сіңген тұлғаларды қайта жаңғырту оның азаматтық парызы болды. Генерал Сабыр Рақымов, ақын Қосжан Мүсірепов, айтыскер Көпбай Омаров, ағартушы Ләнда Бөкенов туралы зерттеулері ұлттық тарихқа қосылған бағалы мұра. Әкім Ысқақ саз әлемінде де өшпес қолтаңба қалдырғандарын: Соңғы вальс, Көк тудың желбірегені, Әдемай, Көңіл қымбат, ел жүрегіне жол тапқан мәңгілік әндер. Елге сіңірген еңбегі лайықты бағаланды. Құрмет ордені, ерен еңбек үшін медалі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткер атағы, Моңғолияның Шыңғыс хан медалі. Ол бірнеше ауданның құрметті азаматы, халықаралық журналистер одағының мүшесі, профессор, қоғам қайраткері. Әкім Ысқақ халқының рухани биігіне айналған тұлға. Жүректегі жазулар, адам іздеп жүрмін, көңіл қымбат, оқырман жүрегіне жететін ойлы еңбектер. Әндері халықтың махаббаты, еңбегі ұлттық қазына, өмірі үлгі, шығармашылығы рухани байлық. Әкім Ысқақ жүректерге жол салған өнер иесі, ұлтқа қызмет етуді өмірлік мұрат еткен абзал азамат.